Екі кеме. 3 бөлім. Айзат, жан жарасы жазылғанша, әке шешемнің жанында болайын. Қыздарым мектепке баратын жасқа жеткенде, қалаға қайтып барармын деп жоспарлаған. Осы уақыт ішінде аяқтан тұрып алу керек. Айзат ұзақ ойланып, қаладағы 3 бөлмелі пәтерді уақытша жалға беріп тастауды ұйғарды. Әрі пайда, әрі үй иесіз тұрмайды. Пәтерім не болып жатыр деп алаңдамайды. Айзат пәтеріне тұратын адам іздеп көп сенделген жоқ. Қалада жалдамалы пәтер іздеген үйсіз қазақ көп. Бір бөлмесін бала шағасы бар ерлі зайыптыға, екінші бөлмесін жұмыс істейтін жас қызға, үшінші бөлмесін 2 студент қызға жалға беріп тастады. Осылайша пәтерден ай сайын түсіп тұратын ақшаны да банкке жинай берді. Өзі үйде отырып киім тігіп нәпақа табады. Ермектен алып жатқан алименті де қомақты. Айзат ақшадан қиындық көрген жоқ. Ақырын жүріп, аңдып басып, тұрмысын түзеп, болашаққа нық сеніммен көз тіге бастады. Көп уақыт оздырмай, банкке жинаған ақшасына су жаңа көлік мінді. Өз тірлігі өзінде. Әке шешесіне де көмектесіп, қажетті заттарын алып беріп отырды. Айзаттан пайда болмаса, зиян көрген адам жоқ. Ақылды әйел ешкімге кесірін тигізбей өз өмірін сүріп жатты. Ал Ермектің басына қара бұлт үйірілді. Сәуле ауруханадан шыққан соң күйеуін соттан сотқа сүйрелейтініне ешкімнің де күмәні болмаған. Денсаулығына қасақана зиян келтірген үшін бірнеше жыл арқалап абақтыға жабылуы бек мүмкін еді. Бірақ Сәуле Ермекті кешірді. Полицияға арыз да жазған жоқ. Бұл әрекетінің жалғыз себебі бар еді. Ол күйеуінің ақшасы. Ермектің арқасында шалқып өмір сүрген Сәуленің бай күйеуден оңайлықпен айырылмайтын анық еді. Бірақ қит етсе, түрмеде шірітем деп, Ермектің жеген желім қылды. Ермек Сәуленің сатқындығынан соң, оған қайтып жолаудан жеркенді. Отбасына адал болған Айзатты жиі ойлайтын болды. Айзат пен Сәуле жер мен көк екенін түсінді. Бір дүниеме қызыққан емес. Артық мәселе тудырған емес. Тек отбасым деп шырылдаған Айзатымның қадірін білмеппін. Ажырасқанда да артық сөз айтпаған екен-ау деп бармағын тістеді. Беті қалың, бәлеқор, дүние қоңыз әйелге қайдан жолықтым? Адам танымағаным ба деген өкініш өзегін өртеді. Нағыз бақытсыздықтың не екен енді ұғынған Ермек, қолда тұрған алдыны Айзатының қадірін білмеген кеш түсінді. Ермек сүліктей қара джип көлігім тізгіндеп, бұрынғы пәтерлеріне барды. Есікті қағып еді, бейтаныс әйел ашты. Айзатты іздеп жүредім, деді Ермек кібіртіктеп. Үйдің иесі ме? Ол кісі әр айдың соңына қарай келеді. Қайда тұратынын білмейміз, деді әйел. Онда телефон нөмірін бере аласыз ба деп өтінді Ермек. Квартирант әйелден бірінші жұбайының нөмірін алған Ермек бірнеше жылдан соң алғаш рет Айзатқа қоңырау шалды. Қолдары дірілдеп, жүрегі кеудесінен ытқып шығып кетердей, өз-өзін әрең ұстады. Алло, деді ар жағынан кішкентай қыз. Алло, Айзат, деді Ермек, дауысы дір-дір етіп. Анашым далаға шығып кетті. Мен қызымын. Сіз кім боласыз, деді кішкентай қыз. Ермек бұдан әрі шыдай алмады. Телефонды тастай салып, еңкілдей жылады. Әкеңмін деп айта алмады. Қыздарын көшеден көріп қалса, танымайда қалуы мүмкін. Түрлері қандай? Не ішіп, не киіп жүр? Ештеңеден хабар жоқ. О, Алла тағала, мен не істедім? Мен қандай әкемін? Неге сонша көр соқыр болдым? Барымды бағаламадым. Айрандай ұйыған отбасымды ойран еттім. Айзатты керексіз зат секілді лақтыра салдым. Айзаттың қадірін түсінсін деп, Сәуле деген жыланды қойныма жібергенің бе? Ұлымды қайтем, оның жазығы не деп тағдырына лағнет айтты Ермек. Не де болса, Айзатының алдына барып, кешірім сұрамақ болып бекінді. Мың ой құрсауында отырғанда телефоны шырылдады. Айзат қоңырау шалып жатыр. Алло, Айзат, деді Ермек. Я, бұл кім, деді Айзат. Мен Ермекпін. Бірнеше күннен соң Айзат пен Ермек кездесті. Уыстағы құмдай білінбей жылжыған жылдар арадағы өкпе ренішті жуып шайып кеткендей. Бұрынғы жұбайлар бір-бірін сағынып қалған тәрізді. Айзат өзгермепті. Бұрын қалай байқамаған. Толықтығы өзіне жарасып, аузынан шыққан әр сөзі, қимыл қозғалысы,
ақылы толысып кемелденген парасатты әйелге айналғаннан хабар береді. Көзіне тік қараудан именетін бұрынғы Айзат ізім қайым жоғалып, өзіне сенімді, не айтып отырғанын білетін, айналасына шуақ шашқан жағымды әйел болып қалыптасыпты. Ұнжырғасы түскен Ермек Айзаттың алдында өлердей ұялып, керісінше әйелдің бетіне қараудан өзі қаймығып қалды. Айзат, мен саған опасыздық жасадым, обалым жоқ. Саған тартқызған азабым үшін жемеген таяғым қалмады деп бастады сөзін Ермек. Қадіріңді кеш шықтым. Мен іздеген бақыт өзің екенсің, Айзатым. Мені кешірші. Бір ауыз сөзің. Сәуледен ажырасып, бүкіл дүниемді өзіңнің жолыңа тәрк етуге бармын. Жаздым, жаңылдым, бәріне көз жұмайық. Маған тағы бір мүмкіндік берші. Ендігі өмірімде өзіңді алақаныма салып аялағым келеді, деді Ермек. Айзат шашына ақ кіріп, мыжырайып қалған Ермекті аяп кетті. Бірақ бұрынғыдай елпілдеп, жан дүниесін айқара ашып тастаған жоқ. Ермек, сен үшін адам өмірі ойыншық па сонда? Неге өмірге жеңіл қарайсың? Бәрі сенің қалағаныңдай болмайды. Мен саған қалай сенем? Шарын жел, қонарын сай білетін қаңбақ секілді, қалаған сайыңа тұрақтап өмір сүре алмайсың. Қыздарымда ақшадан тарықтырмадың. Бұған рахмет әрине. Бірақ ешқандай ақша, миллиондаған байлық қыздарыма әке болмайды. Олар әке мейірімін көрмей өсіп келеді. Нағаша атасын әкеміз деп ойлады. Ұлды болғаныңды естідім. Ұлыңды да лақтырып тастамақсың ба? Оның жүгін кімге артасың, деді Айзат. Бұрынғы әйелі әлсіз тұсын дөп басып, жүрегі сыздап кеткен Ермек айтарға сөз таппады. Мен сені табаламаймын. Жаман да болсаң, қыздарымның әкесісің. Қайтып алдыма келіп тұрғаның үшін қуанбаймын. Бірақ жүрегім әлі де бір жақсылықтан үмітті. Екі кеменің басын ұстап, суға кетейін деп отырсың. Не ұлыңды, не мені таңда деп шарт қоюға қақым жоқ. Ұлыңа да әке керек, деді Айзат. Бұл шырғалаңнан шыққым келеді. Өтінем, мені кеудемнен итерме. Жанымда болсаң жетеді. Қалғанын өзім реттеймін. Сәуленің жанында бұдан әрі шыдай алмаймын. Ол мені тұтқын секілді тұсаулап ұстағысы келеді. Тынысым тарылып кетеді. Кетейікші, қыздарымызды алып шетелге көшіп кетейікші. Сенмен бірге жаңа өмір бастағым келеді. Мен сені асықтырмаймын. Жақсылап ойлан, деді Ермек Айзаттың қолынан ұстап. Айзат бұның не шын, не өтірік екенін білмей ойланып қалды. Бәрі сен ойлағандай оңай емес. Таразылауым керек, деді Айзат. Әсілінде бала ерлі зайыптының ажырасуына да, қосылуына да себеп емес. Баланы қанша сылтау қылғанымен, араларында жылт еткен сезім, құрмет, сыйластық қалмаған еркек пен әйелдің барар жолы белгілі. 20-30 жылдап бала сүйе алмаған отбасылардың бар екені тәтті ертек емес. Айзат бұрынғы күйеуінен ойлануға уақыт сұрады. Соңғы сөз өзінде. Айзат 10 ойланып, 1000 толғанып, Ермекке екінші мүмкіндік беруді ұйғарды. Бұны естіген Ермек жүрегі жарылардай болып қуанып, екі қыз мен Айзатты қалаға көшіріп әкетуге ауылға барды. Айзат екінші рет ұзатылғандай, бүкіл ауыл жаны жайсаң жақсы адамды қимай-қимай шығарып салды. Айзаттың күйеуіне қайтап қосылғанына қуанбаған жан кемде-кем. Бестері кіріп қалған екі қыз бір түрлі тосырқап қалды. Көңілі күдік пен күмәнға толса да, Айзат Ермектің етегінен қайта ұстады. Аузы күйген үріп ішеді. Айзат тағдырын бір Аллаға табыстап, беймәлім болашаққа қадам басты. Сәуле Айзат емес. Ол өмірден өз еншісін түгел алмайынша тыныштық таппайды. Қақысын ешкімге жегізбейді. Басын тірі жанға имейді. Сәуле үшін нағыз майдан енді басталғандай еді. Қалайда Ермек пен Айзатты қайта ажыратып, күйеуін өзіне қайтарып алу үшін белін бекем буып, ажырасуға келісім бермей жүріп алды. Бірақ Сәуле не істесе де, не айтса да, адал жары Айзатты енді ешқашан ешкімге айырбастамайды. Мекете қағаз жүзінде, бар мәселе көңілде. Ермек үйде Айзатпен бірге, жұмыста амалсыз Сәулемен бірге. Ұлын да көп көрмесе сағынады. Бірде ана үйде, бірде мына үйде, екі ортада шыр көбелек айналып не істерін білмей басы қатты. Жігіттер, бастарың істесе бір әйелді алдың ба, өмір бойы сол әйелмен бірге қалу керек екен. Кіммен қарайсаң, сомен ағар.
Бірінші әйелің бәрінен ыстық болады екен, қалғандары далбаса. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді. Менің қателігімді қайталамаңдар деп туысқан інілеріне ақыл айтқаны бар. Өз қателігін кеш болса да ұғынған ермек өмір бойы ұлын әке мейірімнен тарықтырған үшін ара азабын тартып өтеді. Жаза басқан ермектің жазасы осы. Ал Айзат ермектің есіктегі басын төрге сүйреп, еңсесін қайта тіктеуіне зор ықпал етті. Айзаттай жүрегі кең, алтын әйел маңдайына жазылған ермектің сорынан гөрі бағы басым. Көп уақыт өтпей, бәрін өз орнына қойды. Айзат пен ермек ұлан асыр той жасап қайта үйленді. Кезінде айрандай ұйыған отбасын ортасына түсірген сәуле қанша шашын жұлса да, оған бір адам аяушылық танытқан жоқ. Өйткені әуелгі пейілі дұрыс емес еді. Ал ниет таза болмаған жерде бақытқа бастайтын ақ жол жоқ. Тағдырдың ащы сынағын қасқайып көтерген Айзат енді жыламайды. Бұған ермек те жол бермейді.